Блогер, мансап па, мазақ па? Бүгін миллиондаған аудиторияны елітіп отырса, ертесіне сот алдында езіліп отырады. Бар гәп көбінің атақ қуып шатаққа ұрынуынан. Ел сеніміне кірген Жанаболовтар жазаланып жатыр. Ал ел сүйкіміне айналған маскадағы жомартжан кім? Табысы қайдан, салығы қанша? Жалпы блогер деген кім? Неге даңқы мен дақпырты қатар жүреді? Армысыз әлеумет. Бүгін түйінде осы сауалдарға жауап іздейміз. Бүгінгінің батыры блогер, қаруы телефон, мінбері желі. Технология дәуірлеген сайын табыс табудың тың әрі әккі жолын меңгеріп жүргендер көп. Мұны теріс демейміз. Заманың түлкі болса тазы боп шал. Бірақ әлеуметтік желі еркіндік қана емес, әлеумет алдындағы жауапкершілік. Интернет иірімі үлкен экономикалық нарық. Біздің блогерлерде сол нарықта қомақты қаржыға қарық болып жатыр. Сандарды сөйлетейік. Сарауыз балапандарының сұранысы айына 100 мыңнан миллион теңгеге дейін. Ірі инфлюенсердің тәбеті жылт еткеніне 10 миллион теңге. Ал 1 минуттан асатын видеосы кей қызметкердің жылдық жалақысына шамалас. Кімнің қанша ақы табатынына дау жоқ, тек салық алдындағы хақысына қатысты сұрақ көп. Кәсіпкер сияқты олар да бюджетке үлес қосулары тиіс. Бірақ төлем кезінде төбесін көрсетпей кеткендердің ізінде құзырлы органдар жүреді. Асылында тараптар тартыспай, табысты тықпай, салықты саналы түрде төлеулері тиіс. Президенттің айтпағы өтем айламен емес, адал амалмен іске асуы керек. При этом на смену карательному менталитету. Жазалушы менталитеттен арылатын кез келді. Салық органдары мен салық төлеушілер арасында серіктестік және өзара сенім қағидаты орнығуға тиіс. Мемлекет пен бизнестің тиімді ықпалдастығын жолға қою керек. Мұнда серіктестік әділдікке, өзара тиімділікке, тіпті экономиканы дамытудың маңызды түсіну тұрғысынан алғанда жауапкершілікке құрылуға тиіс деп ойлаймын. Айнала ақылгөй, блогерге жүгінетіндер жетерлік. Өйткені әлем желіде желдіртіп, сиқырына сенбесіне қоймайды. Алайда аңғал адамдардың өмірін астан-кестен етіп жатқан деректер аз емес. Жалған жарнамамен жарға жығып, ойын бизнесіне заңсыз тартып, ұтыстар ұйымдастырып, үй, көлік тігіп, көпшіліктің көңілін арбап, білгенін істеп жүргендер бар. Көп асқанға бір тосқан, мәселе заңмен реттелген. Бірақ қулығына құрық бойламайтындар әлі де бой көрсетіп келеді. Биыл жыл басталмай жатып блогерлерге қатысты 6 қылмыстық іс тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 6 қылмыстың 3-еуі бопсалау, яғни әшкерелейтін материалдарды таратамын деп қорқыту фактісі. Тағы 3-еуі ұлтаралық араздықты қоздыру. Шерхан Абзалұлы тарқатсын. Боже мой, 6, 7, 8, 9, 10 машина! Жаза басқан Жанаболовтар құрығызын құзырлы органның ескертуін елемей заңсыз 30 ойын ойнатуын тоқтатпады. Түбінде қылмыстық іс қозғалды. Қазір үй қамақта 15 миллионнан астам жазылушысы бар желідегі жұлдызды отбасы 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Олар заңсыз курс сатып 247 миллион теңге табыс тапқан. Бұл әрекеті әшкере болған блогерлердің бір мысалы ғана. Егер қандай да бір 30 ойыны қатысушыдан ақша талап етсе, жалған екенін бірден білуге болады. Қазір енді лотереяға байланысты, ойнатуға байланысты құтырғы жолдар өте көп. Адамдар жасайтын болғандықтан оны ол жерде кез келген дүние жасауға болады. Компьютер болса тіпті деген сияқты. Мен осыдан ұтам деген адамдарда олай бір жалған сенбеу керек ондай дүниеге. Қатысуға болады міндетті түрде ол дүниеге. Егер соны бір қадағалайтын орган болса, қадағаламайтын болса, адам өзі өткізетін болса, яғни ол жерде бір шикілік болуы мүмкін. 30 ойыны гиф жасау оңай олжаға кенелгісі келетін блогерлердің бірден бір тәсілі ғана. Кейіннен тексерілмеген түрлі препараттарды, одан қалса ақылын сататын, заңсыз казиноға жарнама жасайтындардың қатары артты. Ал оның зардабын тартатын қара халық дейді депутаттар. Жалған жарнамаға алданып барынан айырылған, ауруынан айығам деп дертін ушықтырғандар көбейген, ақыры бетімен кеткен блогерлерге қарсы заң жобасы парламент қабырғасында қабылданды. Айыппұлдардың өсуі, айыппұлдар қомақты түрде өсті, ол бір. Екіншіден, егерде бұрын соң осындай онлайн заңсыз казинолар жарнамалап жүрген түрлі гифтарды ойнатып жүрген азаматтарға әкімшілік жауапкершілік көзделетін болса, қылмыстық жауапкершілікті көзделіп отыр. 42 айынан тағы да айтып өтейін, ақпан айына дейін аралықталатын болсақ, бір қатар азаматтардың кезінде жасаған іс-әрекеттері әлдеқайда азаяды.
Қаржылық мониторинг агенттігі бұған дейін білген істеп келген блогерлердің қазір әр қимылын қалт жібермей қарап отыр. Жақында заңды белшесінен басқан 30-дан астамына жаза қолданды. Белгісі айыппұл арқылы барғысына халықаралық іздеу жарияланды. Шерхан Абзаұлы арнайы түйін бағдарламасы үшін. Желі секем әрі сенім алаңы. Бірақ сенімді саудаға салып жатқандар аз емес. Заң бар, талап бар, бірақ жауапкершілік неге кем? Неге құқық жиі бұзылады? Жауапсыздық басым ба, жоқ әлде ақпараттандыру кем бе? Бүгін осы сауалдарға Қаржы министрлігіне қарасты Мемлекеттік кірістер комитетінің басқарма басшысы Ерқанат Шымберген жауап береді. Ерқанат Қамидоллаұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, кеш жоқ. Енді қазір қанша блогер тексеріліп жатыр және осы шаралардың арқасында бюджетке нақты қанша қаражат түсті? Содан бастайық. Иә, бірінші мәселе, біз жалпы блогер, басқа бір қызмет түрі деп бөлмейміз әрдайым. Біз жалпы бақылау шараларын барлығына қатысып жүргіземіз. Егер салық салу бойынша бір мәселелер туындаса, салықты төлемеу немесе кірістерді азайту деген сияқты міндетті түрде бір шаралар қолданамыз. Мысалға алғанда 2022-2023 жылдар үшін былтыр камералдық бақылау жүргізілді. Жалпы 80 мыңға жуық азаматтар камералдық бақылауға түсті. Оның ішінде әрине блогерлар болды. Олардың саны 850-ге жуық. Жалпы неге блогерлар бойынша үлкен мәселе туындады? Себебі бұл азаматтар желілерде көп ақпарат жолдайды, яғни толықтай бүкіл өмірін көрсетті деуге болады. Әрине салық органынан бір хабарлама түскен кезде оны желіге көрсетіп, бізді халық жалпы сол жайлы білетін болды. Алайда біз оларды бөлек бір блогерлер деп бөлек бір бақылау алған жоқпыз. Ол жалпы біздің рәсім камералдық бақылау деген барлығына жолданады. Ол азаматтар жаңа айтып кеткендей 80 мыңға жуық хабарламалар жолданды жалпы. Нақтылап алайықшы бұл жерде. Қаржы министрлігі үшін сонда блогер, инфлюенсер деген кім? Оларды анықтау үшін нақты бір критерийлеріңіз бар ма сіздердің? Жалпы өздеріңіз білесіздер, бізде онлайн платформалар және онлайн жарнамалар туралы заң бар. Заңнамаға сәйкес инфлюенсер деген анықтама бар. Ол анықтамаға сәйкес инфлюенсер дегеніміз ол платформада белгілі бір азаматтарға бағытталған кәсіпкерлік қызметке бағытталған, яғни ақпаратты жариялау. Яғни осындай ақпаратты кәсіпкерлік қызмет аясында жарияланса, біз оларды әрине кәсіпкер деп санаймыз және белгілі бір шаралар қолданамыз. Сол себепті блогерлерде егер белгілі бір жарнамалар арқылы табыс тапса, міндетті түрде біз оларды кәсіпкер ретінде санаймыз және тиісті шаралар қолданамыз. Сонда қай фактор негізгі рөл атқарады? Жазушылар саны ма, табыс көзі ме, әлде жарнама фактілері ме осы? Көбінесе жарнама фактілер деп айтуға болады, себебі бізде блогерлер көбінесе жарнама арқылы табыс табады. Алайда біз олардың жазушылар санына қарамаймыз. Ол жалпы егер бір желілерде қызмет табыс табу мақсатында жарияланса, міндетті түрде бұларды кәсіпкерлік қызмет деп есептейміз, осы белгілерге жатқызамыз, сәйкесінше шаралар қолданамыз. Енді біздің елде бетперде киіп, қайырымдылық жасап жүрген маскадағы жомарт жан бар. Осы ретте анықтайын деп едім. Оның кім екені жұртқа белгісіз, ал сіздерге белгілі ме бұл тұлға кім екені, жалпы ол тарататын қаражаттың қайдан түсіп жатқаны, нақты ақпараттарыңыз бар ма? Жалпы қайырымдылық мәселесі бойынша, яғни бұл әрекеттер қайырымдылыққа жата ма, жатпай ма деген мәселе бұл басқа министрліктің құзыретіне жатады, яғни мәдениет және ақпарат министрлігі. Бұл ретте біз өз тарапымыздан жаңа салық салу мәселесі бойынша қарастырамыз, яғни салықтың толыққанды төленуі, кірістердің толыққанды көрсетілуі декларацияларда осындай мәселелерді қарастырамыз. Бір мәселе, яғни үлкен мәселе, бұл бізде бір механизм бар, яғни жанама тәсіл деп аталады. Егер кірістердің сомасы көрсетілген декларацияларға сәйкес келмесе, яғни сіздің шығыстарыңыз кірістеріңізден көп болса, әрине осындай мәселелер бойынша тиісті шара қолданады. Яғни осы қайырымдылық мәселесі бойынша егер азаматтар белгілі бір үлкен табыстар тауып, бұның дұрыс емес қолданып, яғни қайырымдылық мәселесін қолдана отырып өзіне кіріс табу мүмкіндік тапса, яғни заңсыз әрекеттер жасаса, әрине біздің тарапымыздан өз қызметіміз бойынша шаралар қолданылады. Ал енді блогерлердің табысы қалай анықталады? Қандай әдістер қолданылады?
Жалпы бізде ең таратылған бір әдіс ол камералдық бақылау. Ол дегеніміз біз белгілі ақпараттарды әртүрлі мемлекеттік органдардан, банктерден мысалы қалғанда ақпаратты алып, оларды талдаймыз, яғни декларациялармен салыстырамыз. Егер декларацияда көрсетілген табыс біздің ақпаратымыз бойынша сәйкес келмесе, камералдық бақылау нәтижесі бойынша хабарлама жолдаймыз. Яғни тиісінше сомаларды декларацияда көрсету қажет. Оның хабарламаны орындаудың негізі екі тәсілі бар. Біріншіден бұл декларацияда жаңағы біз айтып жатқан сомаларды көрсетіп, тиісінше салық төлеу. Екінші әрекеті бұл түсіндірме беру. Яғни біздің көрсетілген бұзушылықтармен келіспесе салық төлеуші, әрбір салық төлеуші жалпы блогер емес, жалпы салық төлеушілерге бағытталған. Егер біздің салықтармен келіспесе көрсетілген, тиісінше түсіндірме беріп, бізге растауының мүмкіндігі бар. Яғни біз оларды түсіндірмелерді талдау жүргізіп, бұл түсіндірмелерге тиісінше шешім қабылдаймыз. Егер де салық төлеуші айтылып жатқан мәселелер бәрі дұрыс болса, сәйкесінше ешқандай шара қолданбайды. Яғни бұл механизмнің түпкілікті мақсаты біз салық төлеушіге өз бетінше жаңағы бұзушылықтарды орындауға, яғни болдырмауға мүмкіндік береміз. Бірінші тарапта 30 күн беріледі, ол үшін 30 жұмыс күні. Ал енді мынау шетелдік платформалардан, яғни Google, Meta, TikToktан түсетін салық қалай бақыланады? Енді сол арқылы пайда тауып отырған блогерлерге де Қазақстанда салық төлеу міндеттеле ме? Жалпы бізде әрбір елмен тиісінше келісімдер бар, яғни мысалы ақш алатын болсақ, YouTube порталы бар. YouTube арқылы белгілі азаматтар табыс табады. Алайда бұл салық сомалары сол мемлекетте алынып қалатын механизм бар. Оған сәйкес біз екінші тарапымыздан, яғни салықты екі рет алып қалмаймыз. Яғни бұл мемлекетте алынып қалса, біз оған ешқандай сұрақ туындамайды, яғни біздің тарапымыздан. Яғни бізде шетелдік табысты есепке алу деген механизм бар. Бұл тиісінше келісімдермен реттеледі. Егер ақшта табыс табылса, ақш өз тарапынан жаңа салықтарды алып қалса, біздің тарапымыздан ешқандай сұрақ туындамайды. Алайда бұл ретте салық төлеуші бұл табыстарды көрсетуге міндетті. Салық алынып қалса да, төлену қажет болмаса да, бұл табыстарды декларацияда көрсету қажет. Яғни жалпы әрбір платформа ондай табыстарды алып қалмайды, ондай да бар. Мысалы Инстаграмда алсақ, көбінесе жарнама арқылы табыс табылады. Яғни бұл Қазақстан ішінде алынатын табыстар, яғни Инстаграм тікелей төлемейді ол табыстарды. Сол себепті егер Инстаграм арқылы жарнама жариялап, одан табыс алынса, оны міндетті түрде Қазақстанда төлеу қажет. Ал енді мынау бартер, тегін қызметтер, сыйлық бұл табыс ретінде есептеліне ме? Иә, есептеледі, себебі бізде табыс тек ақшалай қаражат ретінде саналмайды. Белгілі бір мүлік болсын, белгілі бір сыйлық болсын, ол әрдайым табысқа жатылады, яғни одан тиісінше салық төленуі қажет. Кәдімгі кәсіпкерлер мен блогер, инфлюенсерлерге қойылатын талаптар бірдей ме? Иә, бірде мен айтып кеткендей, жалпы біз оларды бөлек бір санаттарға бөлемейміз. Егер белгілі бір шара қолданатын болсақ, жалпы барлық салық төлеушілер бойынша қолданамыз. Яғни толықтай талдау жүргіземіз. Бүкіл салық төлеушілер бойынша арасында тиісінше блогерлер да шығып қалуы мүмкін. Осылай бізде жаңағы былтыр хабарлама жолданғанда, жаңа айтып кеттім ғой, 80 мыңға жуық хабарлама жолданды, оның ішінде 850-ден астам блогерлер болды. Сол қатарда жаңағы айтып кеткен тағы бір өткен мәселе, бұл 850 азаматтан жалпы 500 миллионға жуық салық өндірілді. Яғни 875 мың теңге салық есептелді, алайда 500 миллион өндірілді. Үлкен мәселе бұл жерде неге толықтай өндірілмеді? Өйткені 22 жылы өздеріңіз білесіздер, бізде салық салудан босатылу болды, яғни мораторий. Осы кезеңдерге салық төленбеді. Тиісінше осы 875 мыңнан 500 миллион төленді, қалғаны салық төлеуге жатпайды. Енді жалпы бұл сала экономикаға қаншалықты үлес қосып отыр? Және әр түскен салық қайда жұмсалады? Жалпы экономикаға әрбір түскен салық маңызды біз үшін. Кез келген салық төлеуші, кішігірім бизнес болсын, үлкен бизнес субъекті болсын, ол мемлекетке төленетін салық, яғни мемлекетке, бюджетке түсетін ақшалай қаражат, ол тиісінше инфраструктураны дамытуға, мектептер салынуға, медициналық организациялар, яғни емханаларды салынуға, барлығына тиісінше бір көмек болып саналады. Сол себепті бізге әрбір төленген салық маңызды. Жалпы біз үшін ғана емес, ол халық үшін маңызды. Енді біз әңгімемізді блогерлерден бастадық. Осы салық төлемеген блогерлерге қандай шара қолданылады? Жалпы бұрынғы бұған дейінгі жасаған жұмысына байланысты жауапкершілікке тартылуы мүмкін бе? Иә, әрине бізде жалпы 3 жыл бұрын
ақырғы 3 жыл бойынша салықтық тексерулер, салықтық жаңағы шаралар қолдануға мүмкіндік бар. Яғни мысалға алғанда 24 жыл дейікші, қазір 26 жыл, 24 жыл бойынша белгілі бір сұрақтар туындаса, бұзушылықтар анықталса, әрине біз оларға өндіру мәселесін көтереміз, яғни шаралар қолдануға мүмкіндік бар. Жалпы механизм бойынша салықтық бақылау шаралар қалай қолданылады? Бірінші ретте біз міндетті түрде салық төлеушіге өз бетінше бұзушылықты орындауға, яғни жоюға мүмкіндік береміз. Жаңа айтып кеттім, камералдық бақылау 30 жұмыс күн береміз, хабарлама жолдаймыз, 30 күн береміз, 30 күн ішінде немесе декларация тапсырады, немесе жаңа түсіндірме береді. Осы екі орындау түрі бар. Егер бұл хабарлама орындалмайтын болса, біз салықтық тексеруге шығамыз. Салықтық тексеру нәтижесінде біз бұл салықтарды тіпті жаңағы жеке шотына енгізіп төлеткізуге мүмкіндігіміз бар. Яғни осындай шаралар бар, яғни мәжбүрлеу шаралары бар, ондан басқа әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес шаралар бар. Бірақ бізде үлкен бір мәселе, бізде әрдайым бірінші бұзушылық үшін ескерту беріледі. Біз бірден бір айыппұлдар салмаймыз, бірінші ретте ескерту береміз, немесе жалпы бұзушылықтар жоюға мүмкіндік береміз. Егер салық төлеуші бұл бұзушылықтарды жоймай, ары қарай біздің хабарламаны орындамай жүрсе, әрине тиісті шаралар қолданады. Ал енді мынау блогерлерге қатысты қазіргі заңнама жеткілікті ме? Алдағы уақытта оны өзгерту немесе толықтыру жоспарда бар ма? Біз негізі әрбір заңнаманы қарастырамыз, тиісінше өзгертулерді әрдайым қарастыратынымыз, яғни белгілі бір қажеттілік пайда болған кезде негізі қарастырамыз. Қазіргі таңда бізде тиісті механизмдер бар, толықты, яғни оларды қолданып жатырмыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып кеттім, тиісті өндірулер болды, тиісті шаралар қолданылды, яғни олар бізге қазіргі таңда жеткілікті. Егер мүмкін болашақта бір өзгерістер қажет болса, біз оларды тиісінше өз тарапымыздан жолдаймыз. Енді қазір көп блогерлер салық төлеу ережелерін түсінбейді. Бұл олардың жауапсыздығы ма, әлде ақпараттандырудың әлсіздігі ме? Жалпы жеке кәсіпкерлікті ашу барысында әрбір азамат, блогер болсын, басқа азамат болсын, өзінің міндеттемелерді білу қажет. Ол тек қана салыққа қатысты емес, жалпы, ол үлкен міндет, яғни жеке кәсіпкерлікті жүргізу, салықтың толықтығын қарау, яғни ол салық төлеушінің өз міндеті, оны әрдайым блогерда болсын, кім болсын, оны білу қажет. Ақпараттандыру бағытынан біз әрдайым жұмыс жүргіземіз. Әрбір ауданда мемлекеттік істер басқармасы бар, біздің ресми парақшалары бар, әрдайым біз өздеріңіз білесіз, жаңа салық кодексі қабылданды, мысалға өте үлкен түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Сол себепті біз өз тарапымыздан әрине дайынбыз, әрдайым кез келген азаматқа тиісті түсіндірме беруге. Алайда әрбір азамат өзі білуі қажет, яғни қандай салық төлеуі қажет. Жалпы олардың ережелері қиын емес, мысалы жеке кәсіпкерлерге тоқталатын болсақ, кіші бизнес өкілдеріне ережелер қиын емес, жалпы оларды білсе, ешқандай мәселелер, қиыншылықтар туындамайды салық мәселесі бойынша. Енді 1 қаңтардан бастап жаңа салық кодексі күшіне енді 1 наурызға дейін уақыт бар дедіңіз. Осы салық төлеушілердің жұмысына, қызметіне байланысты өзгерістерді енгізіп үлгерулеріне. Қазір қандай бір қиыншылықтар туындап жатыр ма? Түсініспеушіліктері мүмкін бар ма екен? Өз тараптарыңыздан қандай іс-әрекеттер жасаудасыздар? Дұрыс айтасыз, 1 қаңтардан бастап жаңа салық кодексі күшіне енді. Бұл дегеніміз бұрын соңында болған режимдер күшін жойды, яғни арнау салық режимдері мысалға келтірсек, 7 арнау салық режим болған бұрын соңында. Қазіргі таңда 3-ке дейін қысқартылды. Яғни 3 арнау салық режимі бар. Бізде көп азаматтар арнау салық режимін қолданады, себебі ыңғайлы, салықтар аз, яғни жеңілдіктер бар көп. Сол себепті қазір үлкен бір мәселе бұл осы 2 айда тиісті режим таңдау мәселесі. Көбінесе бұл оңайлатылған декларация негізінде жұмыс істейтін азаматтарға қатысты. Олар егер осы режимді қабылдайтын болса, қолданамын деп ниет білдірсе, яғни упрощенка дейді бізде халықта, упрощенканы қолданамын десе, міндетті түрде 1 наурызға дейін, яғни ақырғы кезең ол 28 ақпан, осы кезеңге дейін салық органдарына тиісті хабарлама беру қажет. Яғни упрощенканы растау керек, былайша айтқанда. Сәйкесінше бұл үлкен бір мәселе,
әрбір салық төлеуші бұрын соңды упрощенкада істеген, қазіргі таңда бұл упрощенка қайтып растау қажет. Сол себепті ол үлкен мәселе. Біз өз тарапымызда әрине түсіндірме жүргіземіз, тиісті хабарлама жолдаймыз. Әрбір көздер арқылы салық төлеуші кабинеті бар, e-салық бизнес мобильді қосымшасы бар, банктік қосымшалар, банктер арқылы да жұмыс істейміз. 1414 деген бізде смс рассылка деген бар, мәселе. Яғни толықтай салық төлеушіге бұл ақпарат жеткізуге тырысамыз. Алайда үлкен мәселе кейбір салық төлеушілер жаңағы бізде қазақтарда көбінесе ақырғы күнде жасайды ғой. Осы шамалы ғана күн қалды, үлкен мәселе осы 2 жеті бар. 2 жетінің ішінде бұл хабарлама жолдануға қажет. Егер салық төлеуші осы режим қолданады ниет білдірсе. Егер бұл хабарлама жолданбайтын болса, 1 наурызда біз бұл салық төлеушілерді жалпыға бірдей белгіленген режимге ауыстыруымыз ықтимал. Сол себепті үлкен мәселе бұл жерде салықтық ставкалар жоғары, бухгалтерлер есеп жүргізу керек, яғни белгілі бір қиыншылықтар туындауы мүмкін. Сол себепті біздің қазіргі түпкілікті мақсатымыз әрбір салық төлеушіге осы өзгерістер туралы жеткізу. Енді мынау салық жинау мәселесінде жасанды интеллекттің көмегі тиіп жатыр ма? Жалпы осы салада цифровизация мәселесінде қандай өзгерістер бар? Жалпы бұл мәселе ең үлкен мәселе деуге болсады. Мемлекет басшысы бірнеше рет айтты бұл мәселе бойынша, тіпті біздің салық органдары туралы мысалға келтіріп айтып жатыр әрдайым. Сол себепті біз бұл бағытта үлкен жұмыс атқарудамыз. Бұрын соңды жүргізілген ақпараттық жүйелер, мысалы 20 жылдан астам жұмыс істеген ақпараттық жүйелер қазіргі жаңадан енгізіліп, яғни салық кодексімен сәйкес келіп қалды, яғни салық кодексі күшіне енгізіліп, біз ақпараттық жүйелерді жаңартып қазір енгізіп жатырық. Яғни бұл үлкен бір салықтық әкімшілендірудің механизмі. Біз тек оны салықтық әкімшілендіру барысында ғана емес, жалпы салық төлеушіге көмек ретінде қолданамыз. Яғни сервистік модель дейді бізде. Сервистік тәсіл арқылы әрбір салық төлеушіге салықтық міндеттемелерді орындауға көмектесеміз. Сондықтан бұл ақпараттық жүйелерді, яғни нығайту, дамыту мәселесі өте үлкен бір мақсатымыз біздің. Ерқанат мырза, студиямызға арнайы келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Расыменде түйінін тарқатуға тура келген үлкен мәселенің бұл тек бастамасы ғана. Бұл бағдарламада алда бұл тақырыпқа біз арнайы шығарылымды жасаймыз. Сондықтан да сіздердің тараптарыңыздан басшылықтың келіп ақпарат беруіне барынша ашық болу тілейміз. Сондай тілек бізден. Көп рахмет. Ал біз жалғастырайық. Жалпы қаржы саласын реттеу, салық реформасын ілгерілету бағытында міндет көп. Кірістен бөлек шығыстарды да қатаң сүзгіден өткізу керек. Президент осы аптада үкіметтің кеңейтілген отырысында бюджет бағдарламаларын бастан аяқ қайта қарауды жүктеді. Себебі мемлекеттің тиімсіз шығындарына қатысты сұрақ көп. Это задача огромной важности. Бұл өте маңызды міндет. Мұны орындауда созбалаңға салмаңыздар. Бұл істе қаржы және экономика министрліктері қатаңдық пен табандылық, кәсібилік танытуы керек. Басымдықтардың қайсысы бірінші, қайсысы кейін екенін нақты белгілеп алу қажет. Бюджет қаржысын оңды солды жұмсау тыйылар емес. Жыл аяқталды деген желеумен қаражатты асығыс үсігіс игеру барлық салада бар. Бұл көрініс жылда қайталанады. Жоспарды жаптық деген сылтау үшін ақшаны қалай болса солай шашу жауапкершілік емес, салғырттық. Президент мұндай пысықайлыққа тоқтау салуды тапсырды. Бұдан былай қаржы игерудің ескі тәсілін емес, нақты нәтижеге басымдық берілуі тиіс. Осылайша мемлекеттік инвестицияның әр теңгесі тиімділікпен өлшенуі керек. Аса ауқымды мәселе. Сол себептен бұл тақырыпқа алда қайта ораламыз. Бүгінгі түйін осы. Келесі апта жүздескенше.